Баяғыда бір әлемге әйгілі әулие кісі болыпты. Оның даңқын естіген бір кісі оны іздеп ұзақ сапар шегіп, ақыр соңында ол тұратын қалаға жетіпті. Сұрастырып жүріп, үйінде тауыпты. Есігін қақса, ар жақтан кім бұл, беймезгіл уақытта жүрген деп айғайлап жегіп сөйлеген әйел даусы естіліпті. Мен сондай бір пәлен деген қаладан әулие кісіні іздеп батасын алайын деп, бір көріп кетейін деп келдім деп келген жөнін айтыпты әлгі жолаушы. Есікті ашқан әйел: бекер әуре болыпсың, мен оның әйелімін. Әлемде екі оңбаған адам болса, соның біреуі осы. Әлемде екі өтірікші, намыссыз адам болса, соның біреуі осы. Менің күйеуім. Сенің іздеп келіп жүрген құрметіңе лайықты кісі емес ол. Оңбаған деп бары білетін жаман сөздерін күйеуінің атына жаудырыпты. Келген жолыңмен кері қайт деп есікті тарс жауыпты. Мұндайды күтпеген аң-таң болған әлгі кісі: мейлі, не болса да шақырыңыз, көріп кетейін деп жабылған есік сыртынан айғайлап тұрып алыпты. Ол үйде жоқ, шығып кеткен депті әйел. Әлгі адам не істерін білмей үйден ұзап 5-6 қадам шыға бергенде өтіп бара жатқан бір адам кездесіпті. Пәленше әулие кісіні көрмедіңіз ба деп сұрапты. Ол адамнан әлгі кісі: көрдім, орманға қарай отын теруге кетіп бара жатқан деп жол сілтепті. Сонымен не керек, әлгі кісі үмітін үзбей орманға қарай жүріпті. Орманға жақындап қалғанда алдынан арыстанға отын артып, оның үстіне өзі отырып алған жуан бір жыланды қамшы қылып келе жатқан әулие кісіні көріпті. Алыстан сөзді әулие кісі бастапты: әй жолаушы, көңіліңнен не өтіп жатқанын айтайын ба? Айтыңыз депті. Сонда әулие: сондай әлемге әйгілі болған әулие адамның сондай көк долы қатынмен қалай өмір сүреді екен деп ойладың ғой, рас па? Иә, рас деп мойындапты әлгі кісі. Өзің ойлап қарашы депті әулие. Сондай бір қатынға шыдай алмасам, несіне мен әулие болдым? Әйелімнің сондай мінезіне, долылығына шыдадым. Көріп тұрғаныңдай, арыстанды есек орнына отын артып, жыланды қамшы орнына пайдаландым деген екен. Құрметті оқырман, бұл әңгімеден не түйіндеуге болады? Әлгі айтылған жай ғана әйел емес, ол өмірдің өзі. Дүниеге келдіңіз ба? Болды. Сен ешкім аяп отырмайды. Тағдырдың тауқыметін тартасың. Шыдай алсаң, жеңіске жетесің. Шыдай алмай жеңілетін болсаң, не боларын өзің де білесің.